Кайырлы күн достар, менің есімім Жанша Ерболат Нартайұлы, ағаш шебермін. Сіздерге домбыра жасауды көрсетемін. Ең бірінші алдымен ағаштарды дайындап аламыз. Бізде ағаштың түр-түрін жасаймыз. Жаңғақ, оның ішінде шынар, қызылағаш деген сияқты, краб деген сияқты ағаштарды жасаймыз. Ең алғаш осы ағашты жіңішке етіп, ағашты осындай жіңішке тіліп шығарамыз, масландықта тіліп шығарамыз. Кесілген ағаштарды енді арнайы игіш пеште үйіп шығамыз осылай. Сосын арнайы қалыпта осы иген шанақтарымызды кесіп құрап шығамыз. Домбыраны құрап болғаннан кейін кебуге қоямыз. Кепкеннен кейін бір-екі сағаттан кейін осындай дайын шанақ пайдаланады. Сосын арнайы ағаш тіліп аламыз басқа. Сосын арнайы үйкінің көмегімен сызып шығамыз. Енді оны санатқа кесіп шығамыз. Сосын домбыраның басын домбыраның мойнына орнатамыз. Одан соң пернесін, сосын бетін жабыстырамыз. Сол кезде бізде осындай домбыра болады. Сосын домбыраның бетіне осындай трафареттер арқылы оюп түсіреміз. Осындай процесстерден кейін қолымызға осындай дайын домбыра аламыз.